Ассалаумағалейкум көрермен. Бүгін біз жүзім жемісінің адам ағзасына тигізер пайдасы жайлы айтатын боламыз. Әрі сусын, әрі тамақ, әрі ем болған жеміс. Ел арасында таралған өзбектер үзім дейді, бір-бірден үзіп жейді. Қазақтар жүзім дейді, бір жесе жүзін жейді дейтін әзіл-шыны аралас қалжыңды құлағыңыз шалған болар. Біз бүгін қазақтар жүзін жейтін сол жүзім жемісінің Құранда айтылғанын және оның пайдаларын санамалап көрмекпіз. Жүзім ең тәтті әрі пайдасы мол жемістердің бірі. Оны жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Тіпті оның түрлі түсті қара, жасыл, қызыл, сары түрде көзіңізге қуаныш сыйлайды. Алла тағала жүзімді Құранның бірнеше жерінде айтқан, ал жаратушы Алланың өзі оны қасиетті Құранда атаған болса, демек сөз жоқ, ол адамзатқа пайдалы болғаны. Жүзімнің сорттары көп, ал бұл Алланың мейірімнің белгісі. Бұл нығмет. Алла Құранда су мен сендерге егін, зәйтүн, құрма ағаштарын, жүзім және барлық жемістерді өсіреді. Ақиқатында мұнда ойланатын, қарайтын адамға ғибрат бар деген. Ан-Нахл сүресі 11 аят. Жемістің бір түрін ойлап тапқан адамды көрдіңіз бе? Жоқ. Бұл жемістерді Алланың өзі өсіріп, оны адамдарға пайдалы еткен. Демек, жүзімнің де өсіп, өніп, бізге азық болуында үлкен ғибрат бар. Бұл да Алланың құдіреттілігін танытатын бір белгі. Жүзім бұл әрі жеміс, әрі тамақ, әрі сусын, әрі тәтті. Оны біріншіден дәруменге бай ем ретінде де, шөл қандырар сусын ретінде де қолданады. Сонымен жүзімді қалай жейміз және оның қандай пайдалары бар? Біріншіден, жүзім өкпе тыныс алу жолдарына өте пайдалы. Ол кеудедегі қақырықты жібітіп, түсіруге көмектеседі. Іштегі қалдықтарды айдап шығады. Жүзімнің сөлі қызуы көтерілген адамдарға ыстықты түсіруге себеп болады. Жүзімнің құрамында сүйектерді нығайтатын кальций, натрий, калий, есте сақтау қабілетін арттыратын фосфор және темір бар. Сонымен бірге жүзімнің құрамындағы иод қыздар мен әйелдерге аса қажет дәрумендердің бірі. Жүзім бауыр ауруына да таптырмас ем. Ол бауырдағы қандағы бактерияларды жойып, қан айналым жүйесін тазартады. Анемиямен ауыратындарға қара жүзім не қара мүйізді көбірек жеген дұрыс. Ал қант диабетімен ауыратын және асқазан жарасы бар адамдар жүзімнен бас тартуы керек. Сонымен бірге жүзімді салмақ қоса алмай жүрген арық адамдар жеу керек дейді мамандар. Етке дегендей, жүзімде артық май қоспай, тек етіңізге салмақ қосады екен. Жүзім шырынын ағзадағы шлактардан арылу үшін пайдаланады. Жүзімнің қабығында орналасқан пигменттер иммунитетті нығайтады. Қазіргі таңда жүзім косметология саласында бет терісіне арналған кремдер жасау үшін және целлюлитке қарсы өнімдер үшін қолданылып жүр. Жуырда ақш ғалымдары денесінде артық салмағы бар орта жастағы ерлер мен әйелдерге арнайы сынақ жүргізді. 3 айдан кейін жүзімнің сүйек пен шеміршек талшықтарының өсуін жақсартып жаңартатыны белгілі болған. Сондықтан да ақш ғалымдары жүзімді жиі жеп тұруға кеңес береді. Сонымен қатар ғалымдар қызыл шарапты ішкеннен гөрі жүзім сығындысын немесе қансыз шырынды ішкен дұрыс деп есептейді. Жүзімнің майы жүрек соғуына, бедеулікке, белсіздікке қарсы ем ретінде қолданылады. Егер майын таба алмасаңыз, сүйегін жинап, жуып, кептіріп, үгітіп, оны сумен, балмен араластырып жеуге болады. Міне, Құранда аталған бір ғана жүзімнің өзі осындай дәрумендер мен пайдалы элементтерге бай екен. Сондықтан жүзім секілді әдемі әрі тәтті жемісті бізге нәсіп етіп, оны ағзамызға пайдалы қылған Аллаға мақтау айтамыз.